Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге газ торларын оңай тазалап аламыз. Егер сіз үйіңіздегі осындай газ решеткаларын қатып қалған майдан қалай тазалауды білмесеңіздер, видеоны соңына дейін көріңіздер. Қолдау білдіріп, каналыма тіркеліңіздер, туыстарыңызға, жақын адамдарыңызға осы видеоны таратыңыздар. Ал біз бастаймыз. Ол үшін бізге қоқыс салатын пакеттер мен 50-60 мл нашатырный спирт керек болады. Бастамас бұрын мұқият болыңыздар. Терезені ашып, балаларды жақын жолатпаңыздар. Қауіпсіздік үшін қолыңызға резина перчатка мен бетіңізге маска киіп алыңыз. Газ торларын видеода көрсетілгенде 2 қабат пакетке кигіземіз, сосын нашатырный спиртті алып тез-тез торларға құямыз. Мұқият болыңыздар, бұл әрекеттерді жылдам жасап пакеттің аузын байлау керек. Нашатырный спирт біркелкі тарау үшін оңға солға кішкене қисайтып алсаңыз болады. Осылай торларды мен ваннада 12 сағат ұстадым. Түнде қойып, таңертең алып, жай ғана губкаға фейри құйып, оңай жуып алдым. Осылай қатып қалған қара майлар өзі ажыралып түседі. Күш жұмсаудың қажеті жоқ. Мұндай тазалаудан кейін газ торлары жылтырап, тегіс болып қалады. Осылай тап-таза болып тұрғаны қандай керемет, я? Сіздер де осы әдіспен тазалап көруге кеңес беремін. Достар, видео ұнады деген ойдамын. Қолдау білдіріп, лайк басып, каналыма тіркеліңіздер. Қоңыраушаны басуды ұмытпай, алда болатын пайдалы видеоларды жіберіп алмаңыздар. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.